Саламатсыздар ма балалар? 90 сабақты бастаймыз. 24 жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Өлеңді жатқа жазасыздар. Одан кейін зат есімдерін тауып астын сыз дейді. Зат есімдер: ұлыс, ақ, жол. Бұл жерде ақ деген сынын білдіріп тұрған жоқ. Бұл жерде сүт ағарған ретінде жазып тұр. Сондықтан да зат есімге жатады. 5-ші жаттығу: жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап дейді. Т-дан бастасаң дақылдың бірі тары, С-дан бастасаң бояудың түрі. Бұл сары. Тарыдан жасалынатын қандай тағам түрлерін білесің дейді. Тарыдан майсөк, талқан, пішен жасауға болады. Жұмбақ жауабындағы сөздердің қайсысы зат есім? Тары зат есім. Шығармашылық үзіліс. 26-шы жаттығу: оңнан солға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздер теріп жаз дейді. Лақ. Керісінше оқысақ қал болады. Түс, сүт, кіші, ішік, қысым, мысық, таза, азат. Осы сөздерді көшіріп жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.